Сәлематсыңдар ма оқушылар? Сіздермен бірге Айнұр апай. Бүгін біз сіздермен 5 сынып математика пәнінің нөлдік бақылауда келетін есептерінің үлгісін қарастыратын боламыз. Және бүгінгі видеода екінші нұсқаның есептерін ұсынамын. Екінші нұсқада мынандай 8 тапсырма берілген, яғни есептеуге арналған тапсырмалар бар, амалдарды орындауға берілген, және мәселе есептер, соңғысы теңдеу шешіңіз деген тапсырма бар. Олай болса, осы есептердің әрқайсысын жеке-жеке қарастырып бастайық. Сонымен, бірінші есеп, есептеңіз дейді. Яғни бұл жерде біз бағандап қосу амалын орындаймыз. 62514-ке қосамыз 19831-ді. Бағандап қосқан кезде бірлігінен бастайтын едік. Яғни 4-ке 1-ді қосамыз 5, 1-ге 3-ті қоссақ 4, 5-ке 8-ді қоссақ 13, 3 жазылады, ал 1-ін ойда сақтаймыз. 9-ға 2-ні қоссақ 11, ойдағы 1 мен 12 болады. Тағы да 2-сі жазылады, 1-ін ойда сақтаймыз. 6-ға 1-ді қоссақ 7, және ойда тұрған 1 мен 8 болады. Сонда есептің жауабы 82345 екен. Берілген нұсқалардың ішінде бізде С нұсқасы дұрыс жауап болып табылады. Келесі екінші есеп, есептеңіз. Бұл жерде енді керісінше бағандап азайту. 74605-тен азайтамыз 43582-ні. 5-тен 2-ні азайтамыз, 3 қалады. 0-ден 8-ді азайта алмаймыз, сол себепті мына 6-дан қарсы сұраймыз, және мына жерде 10 деп ойлаймыз. 10-нан 8-ді азайтсақ 2, мына 6-ның бір қарызын беріп жердік, олай болса мына жерде 5 қалды. 5-тен 5-ді азайтсақ 0, 4-тен 3-ді азайтсақ 1, 7-ден 4-ді азайтсақ 3. Есептің жауабы 31023 болады екен. Берілген нұсқалардың ішінде дұрыс жауабымыз Б нұсқасы екен. Келесі, үшінші есеп, бұл жерде бағандап көбейту. Яғни 416-ны көбейтеміз 7-ге. Екінші көбейтіліп тұрған санды бірінші санның әр цифраларына жеке-жеке көбейтіп шығамыз. 7-ні 6-ға көбейтсек 42, 2-сін жазамыз, 4-ні ойда сақтаймыз. Енді 7-ні 1-ге көбейтеміз. 7-ні 1-ге көбейтсек 7, ойда тұрған 4-ті қоссақ 11. 1-і жазылып, 1-ін тағы да ойға сақтаймыз. 4-ті 7-ге көбейтсек 28, ойда тұрған 1 мен 29 болады. Есептің жауабы 2912 болады екен. А нұсқасы дұрыс. Келесі 4-ші есеп, бұл бағандап бөлу. 924-ті бағандап 6-ға бөлеміз. 9 6-ға жетеді, сондықтан 9-ды айырып аламыз. 9-дың ішінде 6 бір рет, бірден береміз. 1-ді 6-ға көбейтсек 6, 9-дан 6-ны азайтамыз. 3 қалады. 3 6-ға жетпейді, сол себепті келесі тұрған санды түсіреміз. 2-ні түсіреміз. 32-нің ішінде 6 5 рет бар. 5-тен берсек, 5 жерде 6 30 азайтамыз. 32-ден 30-ды азайтсақ 2 қалады. 2 6-ға жетпейді, сол себепті мына тұрған 4-ті түсіреміз. 24. 24-тің ішінде 6 4 рет. 4-ті 6-ға көбейтсек 24. 24-тен 24-ті азайтсақ 0 қалады. Сонда есебіміздің жауабы 154 болып шықты. Берілген нұсқалардың ішінде дұрыс жауабымыз Д нұсқасы екен. Келесі есеп, амалдарды баған түрінде орындап өрнектің мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде енді қайсы амал бірінші, қайсы амал екінші орындалатынын анықтап алуымыз керек. Әдетте бізде жақшаның іші бірінші орындалады, яғни мына қосу амалымыз бірінші орындалады. Одан шыққан санды біз бөлеміз, бөлу екінші амал, содан шыққан саннан азайтамыз. Үшінші амалымыз азайту болады. Енді осылайша есептеп шығайық. Бірінші амалда 15203-ке қосамыз 39157-ні. 3-ке 7-ні қоссақ 10, 0-ін жазамыз, 1-ін ойда сақтаймыз.
0-ге 5-ті қоссақ 5, ойдағы 1-мен 6 болады. 2-ге 1-ді қоссақ 3, 5-ке 9-ды қоссақ 14, 4 жазылады, 1-ін ойда сақтаймыз. 1-ге 3-ті қоссақ 4 және ойдағы 1-мен 5 болады. Бірінші амалда 54.360 шықты. Енді осы 54.360-ты бағандап бөлеміз 15-ке. 5-ті алмаймыз, өйткені 5 15-ке жетпейді, 54 деп аламыз. 54-тің ішінде 15 3 рет болады. Енді осы 3-ті 15-ке көбейтеміз. 3-ті 5-ке көбейтсем 15, 5 жазылады, 1-ін ойда сақтаймыз. 1-ді 3-ке көбейтсек 3 және ойдағы 1-мен 4 болады, 45 екен. Азайтамыз. 4-тен 5 азайтылмайды, сол себепті мына 5-тен қарыз сұраймыз, 14 деп ойлаймыз. 14-тен 5-ті азайтсақ 9 болады. Ал мына жерде 5-тен 1 қарыз кетіп қалды, сол себепті оның орнында 4 қалды. 4-тен 4-ті азайтсақ 0 болады, 0-ді жазбай қойымызға болады. 9 15-ке жетпейді, сол себепті келесі сан 3-ті түсіреміз жоғарыдан. 93. Енді 93-тің ішінде 15 неше рет бар? Ол 6 рет. 6-ны 5-ке көбейтсек 30, 0 түседі, 3-і ойда болады. 1-ді 6-ға көбейтсек 6 және жаңағы ойдағы 3-ті қосатын болсақ 9 болады. Сонда 93-тен 90-ды азайтуымыз керек. 3 қалады. 3 15-ке жетпейді, сондықтан келесі санды түсіреміз. Ол 6. 36-ның ішінде 15 2 рет. 2-ні 5-ке көбейтсек 10, 0-ын жазамыз 1 ойда. 1-ді 2-ке көбейтсек 2 және ойдағы 1-мен 3 болады. 36-дан 30-ды азайтамыз. 6 қалады. Және ең соңғы мына 0-ді түсіреміз. 60 шығады. 60-тың ішінде 15 4-тен келеді. 4-ті 5-ке көбейтсек 20, 0-ын жазамыз 2 ойда. 4-ті 1-ге көбейтсек 4, ойдағы 2-мен 6 болады. 60-тан 60-ты азайтсақ 0 қалады. Сонда екінші амалдан бізде 3624 шықты. Енді үшінші амалымыз осы 3624-тен азайтамыз 3024-ті. 4-тен 4-ті азайтсақ 0, 2-ден 2-ні азайтсақ 0, 6-дан 0-ді азайтсақ 6, 3-тен 3-ті азайтсақ 0, сан 0-ден басталмайтын болғандықтан ол 0-ді жазбаймыз. Сонда біздің есебіміздің жауабы 600 болады екен. Балалар, видео түсінікті болып ұнап жатса, міндетті түрде осы видеоға лайк басыңдар. Комментарий жазып, және осы видеоны достарыңа жіберуді ұмытпаңдар. Келесі есеп. Келесі есебіміз мәселе есеп. Нұрлан бір сан ойлады. Ол бұл санды 7-ге бөліп 14-ті қосты дейді. Нәтижесінде 20 сан шыққан екен. Нұрлан қандай сан ойлады? Бізде есепте Нұрланның қандай сан ойлағанын табу керек болып тұр. Олай болса, Нұрланның ойлаған санын x деп аламыз. Енді есептің мәтінімен ары қарай жүреміз. Ол бұл санды 7-ге бөліп дейді. 7-ге бөлген екен осы санды. Және 14-ті қосты дейді оған. Қосамыз 14-ті. Сонда нәтижесінде 20 деген сан шығыпты. Тең 20. Бізде қарапайым теңдеу шықты. Енді осы теңдеуді шешіп x табатын болсақ, Нұрланның ойлаған санын табамыз. Олай болса, x бөлу 7-ні жазып аламыз. Мына 14-ті теңдіктің екінші жағына ауыстырамыз. Сол себепті жерге тең деп жазамыз. Теңдіктен кейінгі тұрған 20-ны жазып аламыз. Ал мына 14, мына жерде таңбасы плюс болып тұрды. Теңдіктің екінші жағына ауысқан кезде оның таңбасы минус болады. Яғни азайту 14 деп жазамыз. X бөлу 7, 20-дан 14-ті азайтсақ 6 болады. Енді осыдан x табатын болсақ, мына жерде 7 бөлініп тұр. Ол теңдіктің екінші жағына ауысқан кезде көбейту болып барады. 6-ны 7-ге көбейтеміз. Сонда 6 жетім 42. Нұрланның ойлаған саны жауабы 42 деген сан екен. 42 саны деп қоямыз. Келесі 7-ші есеп. Автокөлік 5 сағат ішінде 650 км жол жүрді. Егер ол сол жылдамдықпен жүрсе, яғни жылдамдық өзгермейді, 1040 км жолды қанша уақытта жүреді? Автокөліктің бірінші жүрген уақыты мен жолын жазып алайық.
уақытымен белгіленеді, және ол бірінші болғаннан кейін Т1 деп белгілеп қоямыз. Т1 бізде 5 сағат. Мына жерге 5 сағат деп қоямыз. 5 сағат. Ал 650 ол арақашықтық S пен белгіленеді, және ол бірінші арақашықтық S1 деп қоямыз. 650 километр. Жылдамдығы өзгермейді деді. Енді бізде екінші арақашықтық бар, ол 1040 S2 деп қояйық. 1040 километр. Енді бізде қанша уақыт жүргенін сұрап тұр, яғни Т2-ні табу керек. Және осы Т2 бізде белгісіз болғандықтан, оны X сағат деп алайық. Енді бұл жерде бізде міне жылдамдықпен айтылған, жылдамдық өзгермейді деп, олай болса, осы жылдамдықтың формуласын жазып алайық. Жылдамдық V арпымен белгіленеді, және оны табу үшін біз арақашықтық S-ті уақытқа, яғни Т-ға бөлуіміз керек. Енді мына екі жағдайда да осы жылдамдықтарын табамыз да, оларды бір-біріне теңестіреміз, себебі егер ол сол жылдамдықпен жүрсе деген есепте шарт бар, яғни жылдамдық өзгермейді деген сөз. Олай болса, бірінші жылдамдығымыз ол 650-ді бөлуіміз керек. Т ол 5 сағат болып тұр. 5-ке мынау бірінші жылдамдығымыз шықты. Оны теңестіреміз екінші жылдамдыққа. Ал екінші жылдамдық бізде 1040-ті X-қа бөлу арқылы табылады. Енді мына жерде 650-ді 5-ке бөлетін болсақ, бағандап, бұл жерде бізде 130 шығады. 130 тең 1040 бөлу X. Енді осы жерден X табатын болсақ, мына жерде 130 бен X-тің тек орны ауысып кетеді. Яғни X тең 1040 бөлу 130. Соңғы 0 мен аяқталатын сандарды бір-біріне бөлген кезде мына 0-лерін алып тастауға болады. Яғни қазір біз 104-ті 13-ке бөлсек жеткілікті. Бағандап бөлетін болсақ, онда X 8-ге тең болады екен. Яғни автокөлік 140 километр жолды жылдамдығын өзгертпей жүретін болса, 8 сағат жүреді екен. Олай болса, есептің жауабы 8 сағат деп жазамыз. Және соңғы есебіміз теңдеуді шешіңіз. Теңдеуді шешу үшін белгісіз айнымалы, яғни X бар санды теңдіктің бір жағында қалдырамыз, ал X жоқ жай сандарды теңдіктің екінші жағына ауыстырамыз. Олай болса, 720 бөлу X ол тең. Теңдікті жазғаннан кейін, осы теңдіктен кейінгі тұрған санды жазып аламыз бірінші. 155, содан кейін барып, мына ауысып келетін санды жазамыз. 75-тің алды қосу болып тұр. Теңдіктің екінші жағына ауысқан кезде ол азайту болады. Азайту 75. Сонда 720 бөлу X тең 155-тен 75-ті азайтсақ 80 шығады. Енді осы жерде X табу үшін мына X пен 80-нің орнына ауыстыра қойсақ жеткілікті. Яғни 720-ны 80-ге бөлу керек деген сөз. Тағы да 0 мен аяқталатын сандарды бір-біріне бөлген кезде екеуінің де 0-лерін алып тастаймыз. Сонда 72-ні 8-ге бөлсек жеткілікті екен. 72-ні 8-ге бөлсек, X 9-ға тең болады. Осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Видео ұнаса лайк басыңдар, комментарий жазыңдар және осы видеоны достарыңа жіберіңдер. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаймыз. Сонымен қатар, YouTube-тың іздеу жолында оңай математика деп жазатын болсақ, мына шыққан канал, мінекей, оңай математика. Осы каналға тіркеліп кетіңдер. Плейлистке баратын болсаңдар, әрбір сынып бойынша, міне 5-ші сынып, 10-шы, 8-ші, 7-ші, 6-шы сынып, жалпы барлық сыныптың есептері салынады. Бұл жерде жеке тақырыптардың түсіндірмесі, есептердің шығарылу жолдары және БЖБ мен ТЖБ-ның үлгі есептері салынатын болады. Міндетті түрде осы каналға тіркеліп, достарыңа жіберуді ұмытпа. Ал мен сендермен келесі видеоға дейін қоштасамын.
сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Айнұр апай, оңай математика каналы.